Түмен ұлы Мөйде қаған біздің заманымыздан бұрынғы 228-174 жылдар аралығында өмір сүрген. Сеунну, яғни Ғұн империясының негізін қалаушы, жеке тағдыры қызық та қасіретті оқиғаларға толы, қаталдығы мен даналығы қабат өріліп жатқан күрделі тарихи тұлға. Қытай жазбаларында оның есімін Маудун, ал билік лауазымын Чаньюй деп атайды. Чаньюй атауының жеке сөз ретінде не мағына беретіні әлі күнге белгісіз, ал лауазым ретіндегі мағынасы сеуннулар үшін орта ғасырлық түркілердің қаған дегенімен мәндес. Қазіргі тарихшылардың Чаньюйді Тәңірқұт деп атаулары қате. Мөйде шамамен 18-19 жасында біздің заманымыздан бұрынғы 2009 жылы әкесі Түменді өлтіріп, Сыйыңну хандығының тағына отырып, өзін Сыйыңну елінің дара билеушісімін деп жариялайды. Содан көп ұзамай шығыста Дунху, батыста Жуыжы, яғни Юйчжи, терістігінде Хунюй, Чуйшы, Динлин, Гэгун және Шыңлы, оңтүстігінде Луфаң, Бай Ян секілді елдерді жаулап алып, шағын Сыйыңну хандығын шығыста теңдесі жоқ далалық ұлы империяға айландырады. Осыдан кейін елі оны ақылы асқан дана деп мойындап, оған Шиң Тыйжы деген ат береді. Бұл қазіргі түсінікте Тәңірінің күші, яғни Құдайдың қаһары деген мағынаны білдіреді. Ел билігінің басына көсемдік дарыны аса жоғары, қолбасшылық қабілеті тым ерен, көздеген мақсатына жетпей тынбайтын жігерлі жас Мүденің келуі тек Сиуңну халқының ғана емес, бүкіл шығыс халықтарының тағдырына үлкен өзгеріс әкеледі. Бұрын жеке-жеке хандықтарға бөлініп, өзара қырқысып жатқан түркі халықтарының басы бірігіп, бәрі тарихқа танылған үлкен бір далалық империяның құрамына енеді. Елді басқарудың жаңа жүйесі қалыптасады. Бұл жүйе елді үш әкімшілік аумақтық құрылымға бөліп басқару арқылы жүзеге асырылып, бар билік бір адамның, Чаньюйдің қолына көшеді. Мөйде қаған тұсында мемлекетті басқару жүйесінің шен дәрежесі де белгіленеді. Мемлекеттің шығыс бөлігін сол Тужи Уаң, батыс бөлігін оң Тужи Уаң басқарады. Қытайша аталған бұл лауазымдардың билік пәрмені кейінгі түркілердің кіші хан деген ұғымына келеді. Бұдан кейінгі лауазым иелерін сол Лули Уаң, оң Лули Уаң деп атайды. Бұлар кіші хандарға бағынышты, азық-түлікке жауап беретін уәзірлер. Кезінде осы төрт лауазым иелерін топтастырып, ортақ бірақ атаумен Чаньюйдің төрт мүйізі деп атаған. Мұның сыртында Түмен басы деп аталатын 24 әкімшілік басшылары болған. Тәрізі қазақтың қария сөзінде жиі айтылатын 24 баулы ел деген тіркес сол бір шалғай кезеңнен келе жатқан үрдіс болуы әбден мүмкін. Мөденің реформасынан кейін мемлекетте әскери шен жүйесі де бас қолбасшы, түмен басы, мың басы, 100 басы, 10 басы бір қалыпқа түседі. Сыйыңну империясы азаматтарының бәрінің бірдей әскер қатарына шақырылуға міндетті болуы, шақырылғандардың әскери бастықтарына сөзсіз бағынуы, әскердің үнемі жауынгерлік рухта болуы үшін әскери жаттығулардың жүйелі жүргізіліп тұруы Сыйыңнудың тұрақты армиясы болғанын дәлелдейді. Оның саны бір деректе 300 мың, екіншісінде 400 мың еді деп көрсетіледі. Сыйыңнулардың ата-баба дәстүріне негізделген азаматтық, қылмыстық заң жүйесінің өмірге келуі де осы Мөйде қағаннан басталады. Бірақ бұл заңдардан Қытайдың байырғы жазбалары арқылы бізге жеткені 4-5 бап қана. Олар: адамға пышақ не қанжар салып өлімші еткендер өлім жазасына кесіледі. Ұрлық жасаушының мал-мүлкі түгел тәркіленеді. Жеңіл қылмыс жасағандардың беті тілінеді.
қазақтың бетің тілінгір деген қарғысы осы Мүте қаған заманнан бүгінге жеткен бір белгі болса керек. Ауыр қылмыс жасағандар өлім жазасына бұйырылады. Қылмыстыларды қамауға алып, жазасын беру 10 күннен әріге созылмайды. Бірақ мемлекетте мұндай қамауға алынатын қылмыскерлер онша көп болмаған. Сүйіңнуларға шын ниетімен беріліп, өлгенше Чанүй ордасында тұрып адал қызмет атқарған Қытай оқымыстысы Жүн Шин Иянның айтуына қарағанда, олардың заңдары орындауға жеңіл көрінеді. Бұл әрине оның Сүйіңну мемлекетінің заңын хан патшалығының заңдарымен салыстырудан шығарған қорытындысы еді. Сүйіңну империясы билігінің тізгінін 25 жыл уысында ұстаған Мүте қаған біздің заманымыздан бұрынғы 174 жылы қайтыс болғаннан кейін де кезегімен билік басына келген оның ұрпақтары ол орнатқан ел басқару тәртібі мен заңдылықтарды қатаң сақтап, жарты әлемді жалпағынан басқан алып мемлекеттің 3 ғасыр бойы өмір сүруін қамтамасыз ете алды.